Сәлем достар. Біз сіздермен бүгін классикалық қытырлақ вафли пісіріп үйренеміз. Вафли 19 ғасырдың соңында Венада пайда болыпты. Осы видеоны соңына дейін көріп, менің каналыма жазылып, лайк, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Вафлиді пісіру үшін бізге жұмыртқа, қант, ұн, тұз, сода, ванилин, ерітілген маргарин қажет болады. Барлық ингредиенттер видеоның төменгі бөлігіндегі описание бөлімінде көрсетіліп жазылады. Көріп отырғанымызда 5 жұмыртқамызды жарып араластырамыз, үстіне еріген маргаринімізді құямыз, оның үстіне қантымызды салып, дұрыстап араластырамыз. Қантты өзіміз қажет еткен мөлшерде салуға болады. Осы жерде айтып кететін, кейбір адамдар қытырлақ вафлиді ұнатпайды, кейбірі жұмсақ вафлиді ұнатады. Егер жұмсақ вафлиді ұнатсаңыз, онда осы массаның үстіне жарты стақандай сүт қосуыңызға болады. Массамызға ванилин, 1 шымшым сода, 1 шымшым тұз қосамыз да араластырып, үстіне қажет мөлшерде ұнымызды саламыз. Менде 1,5 стақандай ұн кетті. Ұнымызды бір келкі етіп араластырып, массамызды дайындаймыз. Міне, біздің тестамыз да дайын болды. Тестамыз сондай сұйық, сондай қою болмауы қажет. Алдын ала вафельницамызды қатты қыздырып аламыз. Сосын вафельницамызға ас қасықпен 1 қасық тестамызды салып пісіреміз. Дайын болған вафлиімізді вафельницадан ақырындап пышақпен алып, қажет форманы жасаймыз. Мен гүл, рожок, цилиндр формаларын жасағанды ұнатамын. Вафли бельгиялық, льеж, Австрия, ағылшын, американдық деп бірнеше түрге бөлінеді екен. Біз сіздермен бүгін қытырлақ вафлиді пісіруді үйрендік. Рахмет сіздерге, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.